Жоқ, мен де ешкімді кіре алмаймын. Бірақ енді жоқ, тергеу дұрыс. Мен де жоғары білімдімін. Жұрт оқымағанда оқығам, 76 мен институт бітіргенмін. Ал енді бұны светтен шықты дейді. Светтен жизнь шыққан жоқ. Жауларың өзіңге деп айттым. Міне, жауларың өзіңге дедім. Бұл жау айтып келеді дедім. Айтып келеді. Светтен 12 гектар жерге қалай светтен болады, сіз айтыңызшы. Мақыр 5 базар жанбай жатқан жоқ. Жанды, неше рет жанды. Бірақ бір шеттен жанатты. Өшіреді. 12 гектардың сағат 2 сағатта жанып кету мүмкін емес болды. Әр базар өтеніп жатыр, қай базарда өтеніп жатыр. Көріп жатырмыз, Алматы өтергісінен кейін. 2 сағатқа жеткенше өшірді. Енді сода өшіруге болады не болды? Өшіруге болады не? Бүкіл қарауыл міне. Бірінші қарауыл мәселесі. Қарауыл дұрыс жұмыс істемейді. Мен қарауыл келетін жерде тұрамын. 5 бала келеді. Оған кеше хабарландырып 50 мың айлық береміз деп. Сағат 6-тан 8-ге дейін істейді. 6-дан 8-ге дейін 50 мыңға кім істейді? Кім істейді? Айтыңызшы. Күнде бұзылып жүріп, кімнің баласы келеді? Өзінің балалары келсін деді, өзінің байынан баласы келсін деді. Ана хабарланды бұл. Оған 100 мың айлық берсін. Бізден 5 мыңнан үйне болады. 1000 сағат 5 миллион ақша болады. Соның 1 миллионы берсінші қарауылға. Қарауыл жүрсе